Исламда әдеп, тәрбие, тазалық деген нәрселер бірінші орында тұрады, бауырлар. Қараңыз, хадис кітаптардың өзі басталған кезде Омар радиаллаху анхудан жеткен хадис: «Иннамал а'малу бинният». Адамның ниеті амалынан күшті деген сөздермен басталады. Қарасаңыз, адамның ішкі ниеті түзу болу керек, дұрыс болу керек деген сөздерді. Ал фиқ кітаптары намазбен, оразамен емес, тазалықпен басталады, дәретпен басталады. Қарасаңыз, бірінші орында қайсысы тұрады? Әдеп деген нәрсе негізі білімнен де жоғары тұрады, бауырлар. Оны қазақтың өзіміздің аталарымыздан айтайық. Әл-Фараби мынандай керемет сөз айтады: тәрбиесіз алынған білім адамзаттың қас жауы дейді. Адам білімді бола береді, бірақ тәрбиесі болмаса бар ғой, бұл білім оның қас жауына айналады дейді. Топанын шығарады да бір жерге. Абай атамыз айтады: оқыған мен тоқыған тең бе? Оқыған деген жа білімді алып атыр, мына жақта жинап атыр. Бірақ жүректе сезім деген жоқ та, мына тәрбие жоқ та. Бізде де айтады ғой, мынаның тоқығаны бар екен деген сияқты. Бұл мейірімі бар, тәрбиесі бар, жүрегінде жинағаны бар адамды айтады. Бізде кейбір кезде мына осы бауырлар өзімізге де қатысты айтайық. Хадис жаттаймыз кейбір кезде. Байқайсыздар ма, біздер кейбір кезде хадистерді амал ету үшін емес, біреуге бір нәрсені дәлелдеу үшін, біреумен тартысқанда жеңу үшін жаттайтын сияқтымыз да. Өйткені жаттап аламыз да, сенікі дұрыс па, менікі дұрыс па деп тартысамыз да жүреміз да. Оған әлі амал еткен де жоқпыз да өзіміз. Бірақ біреулердің хадистерімен салыстырып тартысамыз да жүреміз. Осы міне әдепсіз алынған білім да осы. Қараңыз, бір жігіт, бұл бір мысал. Базарға барады да бір жылқы алады. Үйіне келсе, жылқы ауырып тұрды. Ертесіне азанда қараса, жылқының бағысы салбырап қалған. Сонда жаңағы жігіт бірден барып анау адамға айтпайды. Ұрыс болып кетер дейді, биге барады. Бұл би деген негізі осы ауыл арасындағы дауларды шешу үшін би болады ғой бұлар. Сонда жаңағы бидің үйіне барса, би үйінде жоқ екен. Қайтып келеді да бидің келуін күтеді. Ертесіне азанда тұрса, жылқы өліп қалған. Содан қайтадан биге барады да, би үйінде екен. Болған жағдайдың бәрін, кеше бұл кісіні іздеп келгені жайлы бәрін айтады. Сөйтіп айтады: биеке, бұны аз ақшаға алған жоқпын мен. Осы нәрсені барып сөйлесіп, шешіп берсеңіз, ұрыссыз, тыныш, ең болмаса жарты ақшасын қайтара ма, енді айтыр. Осын шешіп берсеңіз. Сонда би айтады: ол кісіге бармай-ақ қояйық, мына жылқының құнын мен төлейін, сөйтіп тірлікті осы жерде жаба салайық, болды. Не үшін сіз төлейсіз дейді? Сонда айтады: негізі мен кінәлімін. Мені осы елге би қылып сайлағаннан кейін, мен осы елдің дауын шешуім керек еді. Сен кеше мені іздеп келгеніңде, мен үйімде болғанымда еді, мен барып шешіп берер едім, не ар жағы, не бер жағы деп. Мен үйімде болмадым, мен кінәлімін дейді. Сен мені таба алмағаның үшін мен кінәлімін. Мен керек кезінде табылуым керек еді. Қазір барсаң, оған енді өлген жылқының ауыр екенін дәлелдей алмайсың. Айналып келген кезде маған сөз тиеді, сол үшін мен төлейін да бол. Оған бармай-ақ қой. Енді қараңыз, осы үш кейіпкерді алайық. Біріншісі мал сатқан адам. Бұда білім бар, бірақ ода тәрбие жоқ. Ол біліп тұр, ана ауырған малды апарып сата салып, білімі жетіп тұр да, орнына сау мал. Қазір көбісі сондай ғой, үйінде малы ауырса, жайлап апарып сатады да, сау деп. Орнына басқа бір әдемісін әкеп қоя салады да. Ода білім бар да, ода тәрбие жоқ. Ұят болады. Жігіттер саудада жүрген, құлағымызға алтын сырға. Алдап сатуға болмайды. Ауруды сау деп сатуға болмайды. Жыртықты бүтін деп сатуға болмайды. Жаманды жақсы деп сатуға болмайды. Харам. Ұят болады, обал болады деген нәрселер ода жоқ та, тәрбие жоқ ода. Екіншісі алған адам. Бұл адамда білім жоқ. Өйткені ол малдың ауру сау екенін ажырата алмады ғой. Бірақ ода не бар? Ода тәрбие бар. Өйткені ертесіне малды көрген кезде ауру екен, бірден барып деп топалан шығарған жоқ.
биге жүгіну керек екенін түсініп тұр да. Ұят болады деген нәрсе. Бұда тәрбие бар. Ұят болады деген. Үшінші кейіпкер. Бұл кім? Би. Биде білім де бар. Және тәрбие де бар. Ол біліп тұр. Қарасаңыз, өзінің кінәлі екенін. Неге? Өйткені би деген негізі осы елде болып жатқан дауларды шешу үшін би болады. Ол бір бөлмеде отырып алып, ары-бері адам жұмсау үшін би болмайды ол. Ертең билердің мойнында үлкен жауапкершілік бар. Ауыл үшін жауап береді. Осыны біліп тұр ол. Және тәрбие бар. Ұят болады, ұрыс болып кетер, обал болады деген. Түсіндіре алдым ба тақырыпты, жігіттер? Сол үшін исламда ғалымдардың айтқан сөзімді аяқтайын. Әдепсіз жасалған көп амалдан әдеппен жасалған аз амал жақсы.